Елімізде соңғы технологияларды пайдаланудың арқасында қоршаған ортаға тасталатын қалдықтар 1,3%-ға азайған. Олар күнделікті тұрмыстағы қоқыс, техникалық майлардың ыдыстары мен құбырлардан будақтаған түтіндер. Және 1 миллиард теңгеге зиянды қалдықтардың 1/4 қайталама тазалаудан өтіп, қайта кәдеге жаратылған. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаров мәлімдеді. Осылайша Қазақстан жасыл экономиканы құрауға бір табан жақындай түсті. Сонымен бірге министр қазір Сорбұлақ жасанды көлінің экологиялық ахуалы маңызды экологиялық мәселе екендігін ескертті. Сорбұлақ суының құрамы қауіпті. Осы уақытқа дейін Алматы қаласының пайдаланылған тұрмыстық коммуналдық суы 70 шақырым жердегі бөгетке жинақталып, ірі жасанды көлге айналған болатын. Суды азайтатын арналар қалыпты жұмыс істемейді. Сондықтан көл құрамында көп мөлшерде улы токсиндер, фенолдар, нитриттер сияқты зиянды химиялық заттар жинақталған. Министр оны тездетіп шешу қажеттілігін айтты. Осылайша алдағы уақытта мекеме басты назарын Қазақстанның экологиялық ахуалын жақсартуға жұмсамақ. Есепті кезең бойынша еліміздің экологиялық жағдайы біршама жақсарды деуге негіз бар. Өздеріңіз білетіндей, қазір елімізге 100 миллион тоннаға жуық тұрмыстық қатты қалдықтар бар. Бүгінгі күні кәдеге жаратылған қалдықтар көлемі бойынша да көрсеткіштердің жақсы екенін айта кеткен жөн. Өткен жылы республика бойынша 1 миллиард тоннадан астам қалдық жиналған болса, оның 244 миллион тоннасы кәдеге жаратылды.